Баршаңызға сәлем достар. Қазір осындай шаблонның жиналуын жасайтын боламыз. Өте оңай жиналады және де сумасын сіз өзіңіз қойсаңыз болады. Мына видеоға түсіріп жатқаным 5 мыңдық немесе 10 мыңдық өзіңіз білесіздер. Және де жазуын өздеріңіз жазсаңыздар болады, немесе жазуымен бізден алсаңыздар болады. Міне шаблон А4 форматында 4-ке бөлесіз осылай канцелярский ножбен. Міне осылай 4-ке бөліп аласыз. Бұл бізде новогодний каналдың ішінде бар, жазуымен де бар, жазусыз да бар. Міне осылай барлығын кесіп алдым. Енді қазір канцелярский ножбен тесіп ақшаны өткізетін боламыз. Өте оңай. Қазір сызғышты қоям да, примерно 4,5-5 сантиметрдай осылай кесіп алам. Сызығын тонкий қылсаңыз болады. Міне осылай салып қойса да болады. Астына сосын жазу жазсаңыздар болады, шығармай тұрып. Или же 2 сызық жасайсыз, астына ешкімге жазбайсыз. Міне. И ақшаны былай өткізесіз. Сызықты тонкий қылсаңыз болады, қалыңдау қылсаңыз болады, сіз өзіңіз білесіз. Міне. Маған бірінші варианттан қарағанда осы вариантты ұнады. Дәл солай барлығын осылай кесіп шығасыздар. Міне осындай бар бізде түрі. Мынау бізде әртүрлі стильге арналған, ал мыналар жаңағы көрсеткенім ол бір стильда. Сіз қалаған тексті жазасыз. Ал мынау именно под стиль жасалынған. Жаңағы айтқандай, әртүрлі суманы салсаңыздар болады. Мына жерде менде 10 карточка получается, әртүрлі сумада 5 мың, 10 мыңдық сала берсеңіз өзіңіз білесіз.